Ассалаумалейкум бауырлар, қалдарыңыз қалай? Ораза айт қабыл болсын. Осы уақытқа дейін мен біраз видео салдым. Сырттай мені жақсы танып қалыңыздар. Мен өзімде сол институтте жатып қалған кейін өзім қайтадан жаңа өмірге келгендей болдым. Аяқ қолдарым қимылдап жатқанда өзім далаға шығуға мен қорқатынмын. Өйткені менде жүрегімде қорқыныш сезім болатын. Даже үйде өзім қалуға да қорқыныш болатын. Осы қорқыныштан менің давлением көтеріліп кететін. Адам өзін тәрбиелесе, өзіндегі қорқынышты жеңе алады екен. Есіме түсіп отыр, төсек тартып жатқан кісілердің запоры болады. Сол запорды қалай жеңуге болатынды мен бөліскім келіп тұр. Осы стаканға туралған укроптан саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі стаканға мынандай оливки майына бір қасықтан салып араластырасыздар. 2 стакандағы айранды кезекпен жататын кезде ішіп жатқан дұрыс. Сонымен қатар 2 литр суды күнделікті ішкені дұрыс. Болашақта білгенмен бөлісемін. Қош сау болыңыздар.